Так, анализ бастаған кезде дневкадан бастайсыздар. Сол дневкадан бастаған кезде кешегі күніміз қалай жабылды, вот соған қарайсыздар. Яғни сол свечканың түріне қарап, сіздер уже түсіну керексіздер. Кешегі күні қай жақ көбіне күш көп, қайсы игроктардың күші көптеу болды? Покупательдардың да ба, әлде продавецтардың ба? Вот сол свечканың түріне қарап-ақ сіздер уже білу керексіздер. Енді қараңыздар, жалпы бізде мынандай свечканың түрлеріне мән бересіздер, иә. Бұл дистрибуционно өсіп тұрған свечка емес, бұл больше кішкентай аккумуляциядан көрі средний свечка. Енді қараңыздар, жалпы бұндай свечкада да сіздер уже түріне қарап-ақ білесіздер. Бұл бізде покупательдардың күші басым деген сияқты. Келесі то же самое, покупательдердің күші басым. Үшінші түрі, қарап тұрсыздар, да, бізде астынан не істеп жатыр? Астынан глубокий фитиль көріп тұрсыздар. Үстінен емес глубокий фитиль, именно астынан. Значит, не істеді? Баға басында не істеді? Былай қызыл болып, төменге қарай құлады. Мына жерден баға ашылды да, төменге қарай қызыл свечка дене болып осы жаққа қарай келді. Бірақ та не істеді? Төмендегі покупательдар бағаны әрі қарай құлатып тастамай, көтеріп тастап, мына жердегі ашылған свечкамыз басында қызыл болып былай қарай келді. Астынан покупательдар бағаны көтеріп тастап, уже жасылғып бізді не істеді? Төменнен поддержка берді. Астындағы тұрған глубокий фитиль сіздерге уже бір подсказка. Ол не істеді? Ол бағаны көтеріп тастады, яғни покупательдардың күші басымырақ. Но сіздер цена закрытия мынандай, мына жаққа қарай сызасыздар да, бұл жерде уже жасыл свечка болып тұрғандықтан біз цена закрытия максимум бағамен жұмыс істейміз, иә. Мына жерде соңғысында не байқап тұрсыздар? Соңғысында қараңыздар. Біз покупательдардың күші бар. Ол не істеп тұр? Бағаны мына жерден ашылып, өзінің ашылу бағасынан төмен қарай алып кеткен жоқ. Но ол мына жаққа дене болып былай қарай өсіп келді, бірақ та не істеді? Төбедегі бізде продавецтардың бір мықты бір уровеньнан келді, сопротивление алды, жаңағы дене болып былай қарай келген біздің бағамыз уже не істеп тұр? В моменте денесін тартып алды да, өз за собой оставил фитиль и закрылся ниже, мына уровеньнан закрылся ниже. Бұл свечканың түріне қарап, сіздер уже білу керексіздер, покупательдардың күші бар, бірақ та бізде уже төбедегі определенный бір уровеньді аламай, күші азайғандығын уже біле бересіздер. Келесі, мына жерде қараңыздар. То же самое, бұл жерде продавецтардың күші басым екендігін білесіздер. Бұл жерде де особо продавецтардың күші азайған жоқ. Мына жерде қараңыздар. Не байқап тұрсыздар? Мына жерде қараңыздар. Да, баға қызыл свечка бізде жоғардан ашылады дедік. Басында ол не істеді? Осы ашылған бағадан жоғарға қарай өсіп келіп, дене болып үстіге қарай барып қайтты. Бірақ та определенный бір уровеньға келді. Продавецтар оны бағаны әрі қарай келесі уровеньді пробивать етіп өсіріп тастамай, не істеді? Бағаны құлатып тастады. Но бағаны құлатып тастағанмен бізде әлі ненің күші басымырақ. Бір минут. Қараңыздар, бізде мына жерде ашылған свечкамыз жоғарға қарай бір барып келді да, төменге қарай құлап, осы жерден жабылып қалды, иә. Келесі свечкамыз не істеп жатыр? Жоғардан ашылды, бірақ та төменге қарай былай қызыл свечка болып, дене болып былай қарай құлап келді да, төменнен бізге покупательдар бағаны құлатып тастамай поддержка берді, ол закрылся вот здесь. Но бағаның ашылу бағасы мына жер, ол бүйтіп покупательдар былай қарай бағаны көтеріп тастаған жоқ, жасылғып, иә. Әлде де продавецтардың күші бар, ол бағаны осындай күйде сақтап қалды, бірақ та уже ол продавецтардың күші азайып жатқандығын білдіреді сіздерге. Енді қараңыздар. Келесі,
жалпы білесіздер, иә, сіздер қарастырып отырған уровеньға баға пробитие жасау үшін баға қалай келу керек? Баға сіздер белгілеп отырған уровеньға обязательно аккумуляционно келу керек. Аккумуляционно келмесе, импульспен келіп бұзып өтсе, онда ол уровеньді истинно пробой жасаған жоқ деп ойлай беріңіздер. Міне сіздердің ключевой уровеньдарыңыз тұр. Нефкадағы алған уровеньдарыңыз ең бірінші өте мықты уровень болу керек. Егер де сіздер алып отырған уровеньдарыңыз ешқандай да привязкасыз, мынау жай бір гэп тұр екен деп қана осыны ала салатын болсаңыздар, онда сіздердің мынандай уровеньдарыңыздың жанына келген кезде баға ешқандай да реакция бермей, жай битіп өтіп кете береді. Сіздердің уровеньдарыңыздың жанына келгенде баға осы жерден либо пробой жасап, осы уровеньнен сіздерге точка входа, яғни сделка ашуға міндетті түрде подтверждение беру керек. Сәл бір осы жерге келгенде бір реакция беру керек. Либо осы уровеньнан отбой, осы уровеньді бұза алмай баға құлау керек, немесе осы уровеньді бұзып, қайттан тест жасап, осы жерден сіздерге лонг позицияға, сделкаға кіруге ТВХ беріп, ошақтан поддержка алып кету керек. Егер де баға ешқандай да реакция бермей, осы жерден былай өтіп кете салатын болса, онда сіздердің алып отырған уровеньдарыңыз ол не рабочий уровень деп ойлай беріңіздер. Так, енді қараңыздар. Міне сіздердің нефкадағы привязка жасалған өте бір мықты уровеньдарыңыз тұр, иә. Мына свечканың түріне қарай берсеңіздер де уже көріп тұрсыздар, мына уровеньға баға импульспен келіп бұзып өтті. Импульспен бұзылған уровень ол әлі пробитый уровень деп ойламаңыздар. Мынандай уақытта, импульспен баға қозғалған уақытта, во-первых, спред очень большой. Сделкаға кіруге сіздерге әлі ондай волатильность уақытта спред тым үлкен болады. Получается, сіздер мысал үшін 80 цент, 90-70 цент уже спред сондай болып жатқан кезде сделкаға кірсеңіздер, почти $1 разницамен сіздерді сделкаға кіргізеді біріншіден. Екіншіден, сіздер плюсқа шығу үшін алдымен осы спредтің минусын бірінші должны отыграть, одан кейін ғана барып сіздер уже плюсқа шығасыздар. Поэтому мынандай импульспен баға қозғалып жатқан уақытта сделкаға кірмейсіздер. Тек қана кіресіздер тогда, когда баға уровеньді аккумуляционно келіп бұзады. Сосын сіздер білесіздер, иә, дистрибуционно свечка қозғалғаннан кейін ол обязательно 50%-не дейін обязательно откатын береді. Либо ол осы жерден разворот жасап, ложно пробой жасап, төменге қарай құлап кетеді, немесе осының 50%-не қайтып келіп, тест жасап, осы уровеньді осы жерден кетеді. Мынандай импульспен бұзған уақытта сделкаға бірден кірмейсіздер. Ждете подтверждение от уровня, либо осы уровеньнан төменге қарай қайттан алып кетіп, осы уровеньнан может ол сіздерге ТВХ береді именно на шорт. Поэтому сіздер күтесіздер подтверждение. Біз всегда анализ айтқан кезде айтамыз, иә, подтверждениесіз сделкаға кірмеңіздер. Міне сіздерде дұрыс сделка, дұрыс подтверждение мынау. Уровеньға келді, бірінші уровеньнің үстінен закреп жасау керек. 1 минуттық таймфрейммен ол осы уровеньнің үстіне дене болып шығып, осы жерден жабылу керек. Келесі, мына жоғарыдан ашылу керек баға, обязательно келіп фитильмен мына жерге дене болып басында осы жерден құлап, сосын қайттан істеу керек, денесін тартып, за собой оставляет фитиль, и мынау фитиль прям цент в цент уровеньға келіп ұрып, что он делает? Он делает тест именно осы уровеньға келді да, тест жасады да, уже кетті, былай қарай кетіп бара жатыр. Вот. Это и есть подтверждение. Денесімен де жабылу бағасы да, ашылу бағасы да осы уровеньнің жоғарғы жағында орналасу керек. Біз айттық, люфт деген ұғым бар, иә, мынандай уровеньмен, мынандай келесі
айтып отырған жаңағы айтып отырған свечкамыздың ашылу бағасының ортасында мынандай пространство болу керек. Егер де қараңыздар, не себепті? Өйткені сіздер стоптарыңызды осындай уровеньнің аст жағына, арт жағына кеп тығып қоясыздар, иә? Егер де сіздер мына жерден ашылған мынандай отстоп тым алыс болса, мынау сияқты, көбісіңіздің қателеріңіз баға битіп импульспен бұзып өтіп кетеді. Да, импульспен бұзады да, не всегда он бывает разворот жасайды, иә? Кейде баға осы жерден ашылады да, дальше битіп импульспен өсіп кете береді. Но вы уже пропустили ТВХ. Мына жерде, мына уровеньға қатысты ешқандай да подтверждение берілген жоқ. Мына жерден ашылып тұр, сіздер аласыздар да, сделкаға, лонгқа кіріп аласыздар да, а уже стопты қай жерге тығасыздар? Стопты қойғанның өзінде де сіздерге мынандай мықты уровеньнің артына ғана тығып қоя аласыздар. Бет алды мына уровень мен мына уровеньнің ортасында стоп қоятын жер жоқ. Сіздердің кірген жерлеріңізде стоптарыңызды қорғап беретін ешқандай да привязка жоқ. Поэтому ТВХ-ны всегда от уровня ғана кіресіздер. Уровеньнің маңайында ғана. Егер де былай импульспен бұзып дальше кетіп бара жатыр ма, все, уровеньнен алыстап кеттіңіздер, кіріп үлгерген жоқсыздар. Поэтому ондай уақытта уровеньді артынша қуып, сделкаға кірудің керегі жоқ. Аккумуляционно қозғалып, аккумуляционно былай поддержка, ретест жасап, осы жерден поддержка алып өсіп бара жатқан кезінде кіресіздер лонгқа, уровеньнің артына стоптарыңызды тығасыздар, келесі уровеньға дейін күтесіздер. Одан кейін take profit $3, мына жерге дейін $3 әкеп берді ма, мына уровеньға дейін әкеп береді деп күтіп отырып қалмаңыздар. Тоже часто кездесетін қателік. Беріп тұр ма $3, все, қанағат, сделкаларыңыз жабыңыздар. Өйткені көп кездеседі мынандай. Мына жерге дейін дене болып басында өсіп келеді да, мына уровеньға не добивает и қайттан денесін тартып құлай бастайды. Бұл уақытта, да, 1 минуттық таймфрейммен закреп болу керек, подтверждение береді 1 минуттықпен, но параллельно мына жақта 5 минуттық таймфреймді қарап отырасыздар. Сіздердің 1 минуттық таймфреймдарыңыз былай мына жерге дейін түсіп келіп, битіп тест жасап кетіп бара жатқан кезде, осы уақытта 5 минуттық таймфрейм жабылып жатуы мүмкін. Ол былай жабылып, осы уровеньнің үстінен жабылып, осы уақытта мына жақтан ашылып жатуы мүмкін. Ол кезде сіздер қарайсыздар, 5 минуттық таймфрейм осы уровеньнің үстінен закреп жасады. Чем больше таймфрейм, тем больше ол неге не береді? Подтверждение береді ТВХ. Кейде болады 1 минуттық таймфрейммен шум көп болып кетсе, ол уақытта в моменте уже 5 минуттық таймфреймға қарап отырасыздар. 5 минуттық таймфрейм не істеп жатыр? Былай может ол фитиль қалдырып, мына жерде уровеньдарыңыз тұр, мына жақ 1 минут, мына жақ 5 минут, да? Сіздер 1 минуттық таймфрейммен непонятно болса, 5 минуттарыңызды қарап аласыздар. 5 минут былай фитиль тастап, денесімен мына жақта жүрсе, пока ол мына уровеньнің үстінен закреп жасаған жоқ деп айтасыздар. Түсінікті ғой, да? Енді қараңыздар. Поэтому 1 минуттық таймфрейммен, бірақ та тек қана 5 минуттың күші көптеу, 1 минутқа қарағанда 5 минуттың күші көптеу. Мен подтверждениені 5 минутпен ғана алам деп қана 5 минутқа қарап отырған тоже қате. Өйткені мынандай тест жасап поддержка алып бара жатқан моментті 1 минутпен ғана көресіздер. Поэтому учимся работать 1 минутпен де, 5 минутпен де, в моменте 4 сағат, в моменте дневка, барлық таймфреймді қарап отыру керек сіздер. Так, келесі. Жалпы ретест деп тұрғанымыз не, иә? Сіздер белгілеп отырған уровеньға баға обязательно келіп тест жасау керек. Тест деп тұрғанымыз жалпы баға осы уровеньнің мықты екендігін келіп, осы уровеньді бірлет касание жасап, фитильмен болсын, денемен болсын, уже келіп подтверждать ету керек. Это и есть тестирование. Түсініп тұрсыздар ма? Ретест деп тұрғанымыз бағаны келіп бірнеше рет былай бірлет қана битіп бұзып алып кетіп, дальше былай кете бермейді баға.
ол обязательно осы уровеньға қайтып келіп, қайтып ретест жасап, сөйтіп барып қайттан кетеді. Егер де мынандай жерден ТВХ пропустили, баға мына жақта уже уровеньнан алыстап кетті, ол уже құлап кетті. Мына жерден кіріп аласыздар да шортқа, баға ретест жасап бара жатқан кезде, ой-бой, бұл разворот екен дейсіздер да, минусқа алып келе жатқан кезде минуспен жабасыздар, сосын ол дальше бүйтіп кетіп бара жатқан кезде ойлайсыздар, блин, минуспен жаппай тұра тұру керек еді, үйту керек еді, бүйту керек еді деген сияқты осы уақытта психологияларыңыз шайқай бастайсыздар. Либо мынандай жерден пропустили ТВХ, все, вы ждете, пока цена развернется, осы уровеньға бір рет тест жасайды, екінші рет ТВХ-ға сіздерге шанс береді. Енді қараңыздар, міне баға бір рет ТВХ пропустили, бір рет бұзып өтті. Егер де қайттан осы уровеньға аккумуляционно өспей, импульспен сіздерді қайтып бүйтіп әкеп тұрса, онда бұл ретест деп саналмайды. Ретесттің өзін ол постепенно барып қайтып бару керек. Постепенно, түсініп тұрсыздар ма? Аккумуляционно асықпай. Импульспен келіп қайтып келді ма? Все, дальше ждете подтверждение. Ол 50%, мынаның 50%-не дейін ғана откат жасап, аккумуляционно мына уровеньді жоғарыға қарай бұзып кетуі мүмкін. Поэтому все, что у нас делается импульсом, мы никуда не заходим, никуда не торопимся. В моменте спредтің бағасын контролируйте. Спред деп тұрғанымыз Capital.com'да телефоннан ашып қоясыздар. Купить и продать екі ортасында окошко тұрады, я? 20, 15, 18, 25 до 30 это нормальный спред. Все, что выше, ол уақытта уже сделкаға кіруге асықпаңыздар. Өйткені сіздердің ТВХ-ларыңыз дұрыс болмаса, сіздерді жаңағы спредтің минусы бар, әр қарай сделкаларыңыз дұрыс көрмеген минустарыңыз бар, өте көп минус тап қалуларыңыз мүмкін. Енді қараңыздар, ретест после пробоя, если пробитый уровень становится зеркальным, поддержка сопротивления наоборот дейді. Жаңағы біздің мына жердегі бұзып өттіңіздер, осы уақытта поддержка бола алмаған уровеньдарыңыз ретест жасағанда уже сопротивление уровень болып, осы жерде бағаны ары қарай құлатып тастайды. Міне сіздердің уровеньдарыңыз, да, мына жерде, если вы ТВХ пропустили, ретестқа келді, бірінші свечка көріп тұрсыздар. Дене болып, басында ол мына жаққа қарай дене болып келіп өсті, но закреп жасаған жоқ, уровеньнің үстіне закреп болған жоқ, денесін тартты, закрылся ниже вот этого уровня. Следующая свечка ашылды, мына жаққа дейін өсіп келді, дене болып, ол тоже закреп жасаған жоқ. Уже не істеп жатыр, ложно мына уровеньді просто прошивает. Келесі мына жерден ашылды, жаңағы мен айтып тұрған отступ пайда болды. Отступ пайда болды, значит, сіздер уже стоптарыңызды мынандай прошивка жасаған фитильдің үстіне қарай тығып қоясыздар. Өйткені ол осы жерден ашылып, мына жерге ложно барып келу мүмкін тағы да. Түсініп тұрсыздар ма? Мынандай отступ көрдіңіздер ма? Уже рискті аласыздар, сделкаға кіресіздер, стоптарыңызды мынандай прошивать еткен фитильдің арт жағына тығып қоясыздар. Жадны болмаңыздар. Тура уровеньнің үстіне қоймайсыздар, өйткені ол қайтадан келіп прошивка жасау мүмкін. Все, ары қарай сіздерді идеально шорт позицияға, шорттарыңызды идеально апарып береді. Енді дожидайтесь полного подтверждения дейді, я? Яғни жарайды, баға мына жерде қараңыздар. Импульспен басында өсіріп әкелді, бірақ та уровеньға келген кезде ол күшін азайтып, дальше аккумуляционно келе жатыр, я? Хороший сигнал на ретест, он должен быть обязательно мынандай прошивка болып, должен закрыться ниже уровня. И қараңыздар, мына жерде толығымен не істеп тұр, денесімен, именно от уровня денесімен, мына жердегі не перехай болып жабылған свечкамызды, қызыл свечкамыз не істеп тұр, полный денесімен жұтып алып тұр, я? Мына жерде қараңыздар, мына жерде қандай сигнал, жаңа айттым, астындағы фитильға мән бересіздер. Астындағы фитиль не білдіріп тұр?
астындағы покупательдер бағаны әлде де көтергісі келіп жатыр. Значит, төмендегі покупательдердің күші басымдау. Тағы да астынан төменнен бір фитиль қалды. Мына жерде уже қарасаңыздар, бағаны обратно өсіргісі келіп барады, иә? Мына жерде да тоже әлде де покупательдардың күші басымдау. Осы уақытта қараңыздар, уже мынандай средний денелі қызыл свечка кетті. Мына жердегі 30 топта уже примерно можно болып кіре беруге. Но мына жерде қараңыздар, мынандай фитильді көріп тұрсыздар ма? Без подтверждения сделкаға кірмейсіздер. Осындай уақытта да рискті идеально аласыздар. Во-первых, мына уровеньді, мына свечкамыз не перехай болып жабылды. Мынандай 30 топты көріп тұрмыз. Здесь поглощение, әрі қарай төменге қарай алып кетіп бара жатыр. Фитиль у нас сверху, что нам доказывает то, что продавецтердің күші басымырақ, иә? Как избегать ложные пробои? Ложный пробойды всегда не істейсіздер, жаңағындай подтверждение арқылы ғана көре аласыздар. Подтверждение беріп тұрма? Да, трейдингте сіздерге мына картинканы жаттап ал, осымен 100% жұмыс істейсің деген алгоритм жоқ. Да, в основном осыны білсеңіздер, идеально сіздер подтверждение аласыздар, идеально сделкаға кіресіздер. Но трейдингті білесіздер, это работа на вероятность. Либо осы жерде рискті алып кіресіздер, либо бір рет стоп-аут боласыздар. Зато сіздер білесіздер, иә, не үшін стоп-аут болғандарыңызды. Кейде болады осылай өтірік ложно пробивать еткендей болады, стоптарыңызды бір рет алады да, бүйтіп мына жаққа келіп қайттан дальше кетіп бара жатады. Ондай уақытта екінші рет тағы да подтверждение беріп тұрса, тағы да перезаход можно. Но егер қайтадан уже стоп-аут болып жатсаңыздар, значит сіздер сделкаға либо ерте кіріп жатсыздар, ТВХ-ларыңыз дұрыс емес, либо мына жердегі алып тұрған уровеньдарыңыз мықты емес. Значит, сіздердің стоптарыңызды ол просто-навсего қорғап бере алмай жатыр деген сөз. Так, қараңыздар, тағы да не істеді? Мына жерде қараңыздар. Импульспен бұзып алып кеп берді. Ешқандай да әлі мына жерде лонгқа да, шортқа да кіруге ешқандай да подтверждение берілген жоқ, иә? Себебі шортқа импульспен бұзып алып келді, 50% дейін өсіп берді. 50% деп тұрғанымыз, осы уровеньға келген кезде ол должен был сделать тест. Тест жасап, дальше құлап кету керек еді, но в моменте қарап тұрсаңыздар, ол импульспен келді өсіріп алып кетті. Тоже шортқа да, лонгқа да ешқандай да подтверждение берген жоқ. Міне сіздердің уровеньдарыңыз тұр, лонгқа қарап отырсаңыздар, ешқандай да сигнал берілген жоқ. Импульспен өсіріп алып кетті, дальше кетіп бара жатыр. Мына жерден кіріп алдыңыздар ма сделкаға? Будьте готовы стоптарыңызды қоюға за уровень. Яғни мынандай жерге стоп қоюға дайын болыңыздар. Мына жерден кірдіңіздер, представьте, қаншама доллар сіздер риск алайын деп тұрсыздар. Стопты ешқайда да тыға алмайсыздар. Мына жерден кірсеңіздер, мына жерге қоя салмайсыздар. Бет алттан бет алды, ол қайтып келіп бүйтіп кетуі мүмкін. Поэтому стопты қойғанның өзінде де обязательно мықты уровеньнің артына ғана қоясыздар. Мынандай уақытта да қараңыздар, ол бұзып өтті, келді, тест жасады, дальше кетіп бара жатыр. Көріп тұрсыздар, ешқандай да асығыстық жоқ, аккумуляционны кіруге де шанс береді, шығуға да шанс береді, ойланасыздар. Осы это и есть хладнокровность. Анализ білесіздер, не істеп, не қойып отырғандарыңызды білесіздер. Енді қараңыздар, мына уақытта тағы да ескеретін момент, трендті обязательно қарайсыздар да. Трендта баға дальше кете бермейді, ол обязательно коррекциясын жасайды. Сіздер мынандай бір сызып қойған уровеньдарыңызға келді, тест жасады осы уровеньді и дальше кетіп бара жатыр. То же самое, жаңағы айтылған сияқты, импульспен келді, бұзды, дальше ол обязательно 50% дейін разворот жасайды. Мына уақытта сіздер ешқандай да сделкаға кірмейсіздер, өйткені ол сіздерге мына уровеньнан кіруге әлі ешқандай да подтверждение берген жоқ. Мына жерде осы жерден ашылған баға свечка дене болып былай қарай өсіп келді, но в моменте денесін тартып төмен қарай кетіп бара жатқан кезде, ол что нам показывает? Жаңа мен айттым, үстіндегі глубокий фитиль показывает нам то, что үстіндегі продавецтардың күші басымырақ. Поэтому фитиль где оставляет, за собой фитиль оставляет, соған мән береміз деп айтамыз ғой, иә?
Вот осы үшін мән береміз. Жоғарғы жақ мықты болып тұрса, фитиль именно жоғарғы жақтан қалады. Төменгі жақ мықты болып тұрса, фитиль именно төменгі жақтан қалады. Так, қараңыздар. Мына уақытта тоже қараңыздар. Баға өсті, мына жердегі бір уровеньнан сопротивление алып дальше құлап бара жатыр. И қараңыздар, мына жерде біз көріп тұрмыз, баға әлі де өсіп, осы уровеньға либо келіп тест жасайды, либо бүйтіп бұзып, мынандай сіздерге подтверждение на вход в сделку отступ береді и дальше құлап кетеді. Көріп тұрсыздар, да? Так, енді көбісінің беретін жаңағындай жіберетін қатесі баға импульспен қозғалып жатқан кезде кіріп кетеді сделкаға, одан кейін ол жаңағындай импульспен бұзылғаннан кейін барлық таймфрейммен ол құлап келді. Қараңыздар, идеально 50%-не дейін өсіп берді и дальше құлап кетіп бара жатыр. Егер де аккумуляционно өсіп келе жатса, бір рет ТВХ есе пропустили, артынан қумайсыздар. Себебі сіздер күтесіздер ретест. Ретест деген нәрсені күтіп үйренсеңіздер, болды, сіздерде идеальный ТВХ болады. Именно ретестпен кірсеңіздер. Поэтому главное жанталаспау керек, асықпау керек. Вот сол уақытта ғана сіздерде идеальный ТВХ болады.